Аурухана. Эсма өжіге түсіп жатады. Сумруды дәрігерлер шақырады. Дәрігер оған ол баланы алдырса, енді көтере алмайды дейді. Сәметті скорый алып кетеді. Таксинің үйін полициялар ақтарып жатады. Oradan тұрып таптық деп ашады. Ашса, иттің өлгенін көреді. Ренжімен зеп полиция кетіп қалады. Сол кезде Сумруға Нух пен Таксин екеуі біз басқа жаққа көмдік деп айтады. Аурухана. Сәмет мырза хаты науқас еді. Мелек Джиханға көп тәттілер беріп жібереді. Сибилай Нух тауып сен сияқты болса ғой дейді ішінен. Оған Джихан ландап әкем ауруханада дейді. Нухқа Таксин есіңді жина. Сен мен білетін Нух емесін, сен өзгеріп кеттің деп ашуланады. Шансаландар әулеті. Эсмаға бәрі ұрсады. Жанан да хикметте. Саған Асад үйленбейді, баланды алдыр дейді. Жанан Эсманың бала көтергенін көре алмай жүреді. Джихан әкесін Анкараға келеді. Әкесі инсульт алған, 70%. Бірақ бәрі өзінің қолында дейді. Джихан әкесін Анкараға тастап кетіп қалады. Барлығы Шансаландар әулетінің үйінде. Джихан мен Нух қатты ашуланып ұрсып қалады. Бәрі Беньямин сөйлесе, оны менсінбей оған ұрсып кетіп қалады. Нух Асадпен кездесуге келеді. Сен кімді жек көресің дейді. Мені ма, Джиханды ма дейді. Біз бір болайық дейді. Джиханды бірге құртайық. Мені басшысы қыл дейді. Компаниян маған дауыс бер дейді. Нух та оған өтірік келісім береді. Нух Таксинмен кеңселерінде кездеседі. Таксинді көндіреді. Оның атынан дауыс беруге өзіне ләззат алады. Жиналыс басталады. Джихан мен Асад екеуі қатысатын болды. Нух пен Таксиннің дауыстары Нух сайлайтын болды. Нух мен даусымды ешкімге бермеймін дейді. Асад ашуланып тұрып, біз қалай келістік дейді. Джихан таң қалады. Нух айтады Джиханға, сенің інін, сенің сыртынан саған жау болып жүр. Мен ол сияқты емеспін дейді. Және диктофонға жазылған дауыстарын көрсетеді. Нихаят ашуланып мұрнын аттырып, Асад жексұрын деп кетіп қалады. Джихан ашуланып Асадты шығарып алады. Сен маған барлық акцияңды бересің, немесе менің айтқанымды орындайсың дейді. Сонда сен Эсмаға үйленесің дейді, тойға дайындал дейді. Эсма тойға дайындалып жатады. Оған Нихаят көмектесіп жүреді. Жанан жылап жүреді, Эсманың екіқабат екенін көре алмай. Асад келеді. Екеуі үйленеді. Асад оған кейін кейінірек Эсманы жақсы көре бастайды. Джихан мен Мелек кездеседі. Нух пен Сибилайда кездесуге келеді. Джихан Мелекке сөз салады. Мелек я дейді. Шансаландар әулеті. Таксин келеді. Бұл менің үйім. Тезірек кетіңдер еді. Барлығы абдырап қалады. Содай Шансаландар әулеті кетіп бара жатады. Журналистерді те шақырып қояды. Шансаландар далада қалды дейді. Кейін Шансаландар басқа жаңа үйлеріне келе бастайды. Нух Нихал ханымды тауып алады. Сіз неге менің анамның артына қалмай жүрсіз? Күйеуіңізді өлтіріп деп күдіктенесіз дейді. Нихал, мен бұның бәрін сенің әпкелерін айтты, хикмет айтты. Ол менің күйеуімді өлтіріп, Сумру мен Таксин осы жерде еленіп алды дейді. Содан мен күдіктендім, полицияға барып арыз жаздық дейді. Нух оны естіп ашуланып кетіп қалады. Джихан Сибилайды кездесуге шақырады. Сенің әкең туралы айтамын дейді. Сол кезде Сибилай Нухқа сообщение жазады, бірақ Нухтың телефоны өшіп қалған. Сол кезде сырттан Нух келіп қалады. Ол ашуланып Джиханды ұрып жібереді. Сибилайды да ұрғысы келеді. Ашуланып Джихан Сибилайды үйіне алып келеді. Нух сол кезде істегендерінен өкініп,
үйіне келсе, Сивилайдың жазған смстерін оқып, қатты қайғырып жылап отырады. Оған мен кездесемін, әкем туралы сөйлесемін. Сен ашуланба. Сенің телефон өшіріп тұр екен деп жазған екен. Ол іс үшін қатты өкініп отырады. Сумру мен Таксин аэропортта жаққа кетіп бара жатады. Хикмет те артынан аңдайды. Таксин аэропортқа мініп кеткеннен кейін Сумру апатқа ұшырайды. Хикмет келіп көмектеспек болған